Excel критерий оцениванияның Excel құжатында өзінің формулалары бар. Егер сіздер с нуля открыть новый Excel десеңіздер, ол формулалардың барлығын жоғалтып аламыз. Ә, Бізге Excel документ уже бар Excel документті өзгерткені ең тиімді болады. Сол үшін біз Excel документті ашайық. Қазір бар Новыйдан Excel. ашамын. Новыйдан емес. Мен сіздерге үлгі деп жібердім ғой, WhatsApp-тарыңызға. Тегі жіберілген ғой, иә. Иә, сол Excel-ді ашамыз қазір. Аха. Аха, қазір ашайық. Қазір үлгі деп сақталды ғой. Графический дизайнды жібердім сіздерге. Иә, иә. Аха, мен қазір соны тауып алдым. Копировать етіп, біздің жұмыс істеп жатқан файлымызға алып келдім. Осындай Excel документ көріп тұрғандарыңыздай. Сіздерде де осылай боялған ба? Иә, Жарайды, иә. ничего страшного, боялғанын алып тастай саламыз. Қандай цвет болып тұр? Аха. Мынаны убрать цвет дей саламыз. Нет заливки. Жақсы, енді осы бар құжатты біз не істеу керекпіз, ары қарай өзгерту керекпіз. Сіздерге енді біздің таблицамыз, Excel таблицамыз бен конкурсное задание екеуі бірін-бірі не істеу керек? Отражать етіп тұру керек. Мына біреу конкурсное заданиядағы заттарымыз критерий оцениванияда болуы міндетті. Егер конкурсное заданияда жазылып тұрса, логотип домалақ болу керек. Критерий оцениванияда может, например, логотип төртбұрышты болу керек, соған 1 балл деп айтуға дұрыс па, дұрыс емес пе ол? Если в конкурсном задании у нас просит логотип домалақ, значит и в критериях оценивания логотип должен оцениваться за круглую форму. Домалақ болған үшін балл берілу керек. Осы критерий оценивания деген, когда наше задание отражается в критериях оценивания. За это выдаются баллы. Оны давайте біз с нуля ашайық. Это у нас графикалық дизайн. Давайте графикалық дизайнды ашайық. Графикалық дизайнның тапсырмасын қайдан ала аламыз? Кім айта алады? WorldSkills Қазақстан деген сайтқа кіреміз. Кеше сайтқа кіріп сол жерден көріп отырдыңыз. Аха, сол жерден графикалық дизайн деген құзыреттілікті ашамыз. Давайте. Бірге сіздермен бірге жасап отырмын. Бұл записьті сіздерге жіберемін. Енді қазір кімде компьютер бар, кім бос, уақыттарыңызды құртпай бірге жасап салсаңыздар болады. Республиканский чемпионатты ашамын. Графический дизайн 5 дейді. Бар ма екен? Бұл жерде тапсырмалары бар екен. Енді білмеймін, толық тапсырма ма, толық емес пе, бірақ тапсырмалары бар екен. Хорошо, папканы аштық. Бірақ сразу тапсырманы ашып кетпей, бірінші давайте Excel-ге қарайық. Мынаны жаба салайын. Excel ашылып тұр бізде. Мен мына жерде сіздер қарасаңыздар, бәрін удалить етіп тастаған жоқ. Я только удалил, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дегенді өзгерттім. И мынаны удалить етемін. Мынаны удалить етпеймін, потому что мынау бізде формула. Бұл формуланы удалить етуге болмайды. Нам можно удалять только вот это. Удалить еткен кезде де мен делитпен удалить еттім. Содержимое удалил. Ішіндегі формулаларды удалить еткен жоқпын. Жақсы, мына жерге ең бірінші жол, первая строка, это у нас строка компетенция, құзыреттіліктің атауы. Графикалық дизайн. Екінші жол пустой қалдырасыздар. Үшінші жол өзі жазылып тұрады бізде. WorldSkills стандарт specification. Яғни WorldSkills'тың стандарттарын жазатын жер екен. Бұл жерге біз модульдің атауын жазамыз ба? Мысалы, секция 1, модуль логотип деп жазған дұрыс па? Әріптестер, логотип деп жазған дұрыс па, дұрыс емес пе?
дұрыс емес, ол логотип деген модульдің аты. Иә, Біз бұл иә. жерде модуль сұрап тұрған жоқ бізден. Бұл жерде не сұрап тұр бұл жерде? Стандарт деп тұр. Стандарттар Стандарт туралы. спецификейшн, стандарт жаз деп тұр. Стандартты қай жерден аламыз? Мына папканың ішінде ТО деген бар. Техническое описание. Құзыреттіліктің техникалық сипаттамасы. Осы жерден аласыздар стандарттарды. Осы құжатты аштыңыздар, бірінші беті осылай басталады. Техническое описание. Түсіре бересіздер, түсіре бересіздер. Өзі стандарты басталды. Схема WSS деген ол стандарт деген сөз. Word Skills Standard Specification. Үлкейтіп қояйын сіздерге көрсету үшін. И осыны ала бастайсыздар. Бір, организация работы и управления. Копировать еттім. Қанша балл деп тұр, кім қарап үлгерді? 10. 10 деп тұр. 10-ды жазасыздар. Екіншіге, компетенция в области коммуникации и межличностных отношений. Копировать етемін. Ой, кешірім сұраймын. Ары бері қозғалып кетті. Компетенции в области коммуникации. Осыны қоямын екіге. Бұл жерде де 10 деп тұр. Дальше решение проблем. Решение проблем. Қанша деп тұр, мен 10 деп тұр бұл да. Мен қазір стандарттарды қойып жатырмын. Келесі, ал назар. Ал. Иә, пока. Жоқ, не навсегда айтасың ғой оны. Қазір дұрыс шыға ма, дұрыс шықпай ма білмей тұрмын мына принтерді ше. Сол үшін пока мынаны қолданайық дейді. Егер нормальный болса, қайтадан қайда алып кетеміз. Иә. Бухгалтерияда солай. Просто мына новый принтерді олар білмей тұр, қалай істейтінін ше. Вдруг. Ага. 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 Болды? Болды. Ага. Оны бұзылып қалмай ма? Запас отравился деп ойлағанмын ғой. Бұзылып қалмай ма? Иә, болды, жете саласың, ала саласың. Ага. Әріптестер, мына жақта 5 стандарт екен. Бірінші үшеуі 10, 10, 10, одан кейін 25, 45 болып тұр. Мына 6, 7-ні не істейміз? Алып тастасаңыздар болады. 6-ны 7-ні убираем. Мына копировать еттім, 100 болып тұр екен. Дұрыс. 100 деген дұрыс деген сөз. Мына артық жолдарды полный удалить етеміз. Өйткені артық бізге керек емес. Келесі. Мына жаққа қарасақ, скрывать етіп қапты. Скрыт. Сіздерде де солай шығар. Мына 11, мына қараңыздаршы, 10, 11, 12, 21 болып кеткен сразу, 22 болып кеткен таблицаларыңызда. Сол таблицаларды нужно растянуть. Негізі былай оң кнопкамен басқан кезде показать десе, болды. Показать десеңіздер бәрі шығады. Все. Енді 10-шы жол уже итоговый тұр бізде. 11-ші жол пустой. 12-ші жолда критерий деп тұр. Критерия. Осы жерге уже модульдардың атауын жазамыз. Бізде енді модульдардың атауын тоже сол құжатқа кірейік. Бірінші Т1 деген бірінші күнді көреміз. Задание 1.1, задание 1.2, задание 1.3. Разработка логотипа, гайд по применению логотипа, анимация логотипа. Осы ма екен? Сол үшеуі екен ғой тапсырма. Тапсырма, иә. Логотип, копировать еттім. Келесі. Гайд по применению логотипа.
копировать еттім, қойдым. Үшіншісі анимация логотипі. Осы үш тапсырма бірінші күні жасалынады екен. Бұны мысалы енді 10 балл, 10 балл, 15 балл берейік. Бірінші күні 35 балл. Екінші күні 2-ке Т2-ға басамыз. Бұл жерде 4 тапсырма екен. Екінші күні 4 тапсырма. Дизайн обложки. Цифровая версия обложки. Дальше. Дизайн внутренних страниц. И готовый прототип. Енді келесісін көрейік. Үш. Ал назар. Назар. Ага. Ага. Шын сұрайсың, негізі сіздерге екеу керек емес қой, біреуін бере салыңыздар деп. Ала сал. Болды, ала сал енді. Айтасың ғой, сіздерде жоқ деп ойладық деп ше. Аха, сіздерде бар болма істеп тұр. Осы. Дизайн коммерческие упаковки. Дизайн внутренней стороны дейді. И бір тағы. G, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K ғой, аға. К ғой. Ағылшынша кәрпі ғой. Айдан кейін. Қателеспесем. Бұған соңғы тапсырманы қоямыз. Скидочный купон. Болды. Енді 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Копировать етейін. 105 болып кетті, мынаны да 10. Барлығы 10 балдан. Көрдіңіздер ма? Логотип бар, гайд бар, логотип, дизайн обложка, цифровая версия обложки, дизайн внутренней страницы. Енді мен графический дизайнның маманы болмағаннан кейін мен примерно жазып жатырмын да, 10-10-нан барлығын бөліп шықтым. Енді уже детальдарға кіре бастаймыз. Дальше уже детали. Енді мына А1. Біз модульдардың атауларын модуль 1, модуль 2 демейміз, модуль А, Б, С, Д деп айтамыз. Дұрыс па? Енді осының ішіне кіреміз уже. Мыналардың бәрін удалить етіп қояйық. Удалить етіп қояйын мынаны. Қазірше қажет емес, оны мен с нуля жазамын. Біріншісі бізде логотип. Логотиптің ішіне А1. А1-дің ішіне де логотип жазасаңыздар. Логотип, логотип. Давайте обратно. Бірінші күнді ашайын. Дальше бізде WordSkills Қазақстан бірінші күні. Разработка логотипа.
Ага, логотип деп тұр ғой. Мына жаққа давайте А1 разработка логотипа. Разработка логотипа. Өйстіп жазайық, разработка логотипа. И уже логотиптің параметрлары. Минимум 2 цвета в плашечных цветах. Мынау уже требованиялар. Қарасаңыздар, цвет логотипа деген требование. Минимум 2 цвета. Яғни 4 түс қолданып кетсе, ол уже балл берілмейді. Разработка логотипа, М дегеніміз, ол да или нет деген сөз. Ол төрешілік баға. М это у нас судейская оценка. Где оценку мы даем да или нет. Там я екі түс или жоқ, там 4 түс. Если это у нас спрашивается минимум 2 цвета, максимум 3. Здесь не может быть личного мнения. Судьялар өз ойларын айтпауы мүмкін. Жоқ, я там вижу 4 цвета деп айта алмайды ғой. Имеется в виду, они могут сказать 4 цвета, но это уже неправильно. Они здесь не спрашивают у нас, 2 цвета использовать хорошо или 3 цвета использовать хорошо. Бізден сұрап тұр. Либо екеу қолдан, либо үшеу қолдан. Болды. Бір цвет неправильно, 4 цвет неправильно. И бұған М деген әріп қоясыздар. Максимальная оценка 2 балла. Сөйтіп біз каждый мысалы, жолға М деп жазамыз. Следующий балл. Тоже английскую букву М ставите с нуля. Текст из файла D. Текст из файла D. Это у нас требование. Осыны критерий оценкаға қоясыздар. Алло, әке. Алло. 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 Айншы сендер бара бересіңдер ма, не істейсіңдер? Или бірінші колесоға бару керек қой. Жақсы, ары қарай жалғастырайық, мынаны жалғастырайын. Понятно, екінші, я уже 2 критерия поставил. Бірінші критерий минимум 2 цвета, плашечных цветов максимум 3. Максимум 2, минимум 2, максимум 3. Это у нас же четкий критерий. Бұл жерде енді менің ойымша деген сияқты варианттар нет уже. Здесь, по моему мнению, здесь столько цветов деп айта алмайды ғой. Здесь либо 2 цвета, либо 3 цвета. Все. За это нам дается 2 балла. Келесі текст из файла. Если вы заметите, я ставлю 2 балла максимальный. Мынау сан не? WSS деген не бізде? Кім қарап отыр экранның алдында? Может помочь мне? Что это за цифра? 3 деп жазып қойдым мен. Ол не цифр екен?
WorkSkills стандарттары боюнча берилген балл ма? Жоқ, ол стандарттары просто. Аха. Стандарттың номері. Бізде стандарттар номермен тұр ғой. Бірінші стандарт, екінші стандарт, үшінші стандарт деп. Аха. Әлде бұл эксперттердің саны ма? Қанша Жоқ, эксперт жоқ, осыны жоқ, жоқ. бағалауға қатысады? Стандарт деп тұр. SSW, SS. Мынау екеуі бір-бірімен байланысты. Сіздерге түсінікті ғой. Мынаны мен скрывать етіп қояйын. Белгілері ма? Жоқ, модульдардың атаулары. Скрыть етіп қойдым. Сіздерге мынаны көрсетіп тұрмын ғой мен. 5 стандарт менде. 5 стандарт. Аха. Соның мына минимум 2 цвета деген қайсысына жатады? Қай стандартпен байланысы бар? Жоғары жақпен мына екеуін бір-біріне байланыстыру керек. Связка дейді орысша. Текст из файла. Ол технический аспект қой бізде. 3 түс болу керек, 2 түс болу керек. Бұл жерде дизайн бізде креативность сұрап тұрған жоқ қой. У нас же не креативность просится здесь. Здесь технический аспект. 5 жазасыздар. 5. Көрдіңіздер ма? Беріп жатыр. Көрдіңіздер ме? Байқадыңыздар ма? Байқадыңыздар. Мен қазір мынаны удалить етсем, мына жерде менде қазір басқа сан жазылып тұр. Мен қазір бәрін удалить етіп қойыншы. Қазір бәрі 0-0. Стандарттардың қасында бәрі 0-0 жазылып тұр. Мынау 100 болып тұр. Ал мынау 0-0 болып тұр. Енді мына жаққа сол стандарттарға байланыстырам. 5. Менде цифрым өсті. Келесі. Один из файлов PDF с двумя вариациями. PDF файл болу керек депті. Бір PDF. Бір файл PDF болу керек. Один файл PDF x1. Все, сақтап қоямыз. Осыны критерий оцениванияға жазамыз. Один файл PDF x1. Мына жерге аламыз да, мысалы 5. 5-ші стандарт, 2 балл. Сіздер кім жасап жатыр қазір менімен бірге? Өзінікін. Кто-то есть такой? Один исходный файл иллюстратор. Это все у нас требования. Еще есть. Один файл. Окей.
Сөйтіп, одна цветная распечатка. Копировать етемін. Ағылшынша М деген атты қоямын. Одна цветная распечатка. Это у нас, например, вывод. Тоже беске жатады. 2. Сөйтіп, менде 10 балым толып тұр. Критерий А у меня 10 баллов. Все, я уже критерий А закончил. Теперь у меня критерий Б. Келесі критерий Б. Б критерийін мынаны удалить етесіздер. Тазалап қояйық бұны. Давайте критерий Б, критерий Б-ға қарай ауысыңыздар. Гайд по применению. Основной цвет. А3 плакат болу керек деп тұр. Это у нас уже критерий. Мысалы, форматты қояйық. Формат. Мына жерге ағылшынша буква М-ді қоясыздар. Предоставить его в формате плаката А3. Стандарт 5-ке жатсын тоже. И 2 балла. Сөйтіп, тура как критерий А уже продолжаете критерий Б. Давайте бірге сіздермен бір екеуін жасайын. Черно-белая версия логотипа. Тоже английская буква М. Логотип уже черно-белый должен быть. Тоже это без, тоже екі. А вот G дегенде кім айта алады? G дегеніміз ол бізде судейская оценка. Где экспертам, где участникам требуется өздерінің мысалдар оларға жазылған әдемі қылып жаса деп. Или А3 қой логотип. Соны кес деп тұр. Уже кескен кезде әрқайсысы кішкене біреу қисық кесіп жіберуі мүмкін, біреу түзу кесуі мүмкін. Мысалы, кесу олар, например, обложка. Обложка. Әдемі, как сказать? Обложка выглядит эстетично. Ма қалай еді? Эстетичный деген сөздер бар ғой. Обложка әдемі көріп тұр дейді. Енді бұл уже әр эксперт, әр төрешінің өзінің ойы бар ғой әдемілік бойынша. Біреу енді ол бір-бірінен алыс кетіп қалмау керек. Біреу 0, Разница бір балл емес қой, иә? біреу 3, біреу 0 қойға болмайды. Бір-біріне жақын болу керек. Значит, біреу 0 қойып, біреу 3 қойса, значит, біреу 2, біреу өтірік айтып тұр. Оның өзінің требованиялары бар. 0, 1, 2, 3. Осы кезде кешірім сұрап бөлгенімізге, осы кезде өзі не үшін мысалы 1 қойды немесе не үшін 3 қойды соны түсіндіру керек қой. Иә, егер олар былай кішкентай стикерлер болады. Стикерлерға былай алады да көрсетпейді. Супервайзер дейді ғой, главный экспертке ғана көрсетеді. Болды. Тығып отырады осылай. Әрқайсысы сосын, егер конфликт жоқ болса, егер үшеуі де 2 қойып шықса, ол нормально. Бірақ біреу 0, біреу 3 қойса, уже айтады. Бақтияр, сіз неге 0 қойдыңыз деп мені позорып шашып жатпайды. Өйстіп көрсеттіңіз ғой. Мысалы, сіз 3 қойдыңыз. Мен 0 қойдым. Мен сіздікін көрмеймін, сіз менікін көрмейсіз. Бірақ бізді кім көріп тұр? Главный эксперт көріп тұр. Главный эксперт сол кезде сіздің сырларыңызды ашпайды. Айтады, сіздердің үшеулеріңіздің біреулеріңіз кішкене бағаларыңыз төмен болып тұр дейді.
или бағаларыңыз кемей тұр дейді. Бір обсуждать етіп алыңыздар дейді. Сол кезде сіз айтасыз, енді мына жақта мүлдем обложка жоқ қой әріптестер. Біреулеріңіз қалай бұған 2 или 3 қойып тұрсыздар депші. Здесь вообще обложканың өзі жоқ. Неге бал қоямын дейсіз. Мүлдем обложканың өзі жоқ болса, оған еш қалай сіздер 1-2 қоя алмайсыздар. Обложка жасалған, бірақ требование қалай? Шарттарға сәйкес емес. Обложка жасалған, әдемі, бірақ шарттарға сәйкес емес. Обложка шарттарға сәйкес жасалған. Обложка шарттарға сәйкес жасалған. Ол уже жеңіл деген сөз. Келесі уже обложка шарттарға сәйкес жасалған. И үшіншісі обложка керемет жасалған. 0 мен 3, қараңыздаршы, 0 мен 3-тің айырмашылығы жер мен көктей. Bir адам 0, bir адам 3 қоюы мүмкін емес. Значит, екеуінің біреуі өтірік айтып тұр. Мүлдем жоқ обложкаға біреу бағаны көтеріп отыр, или күшті жасалған обложкаға біреу әдейі 0 қойып отыр. 0 мен 1, 0 мен 3, екеуі мүлдем бір-біріне қарама-қайшы. А вот 1 мен 2 уже спорт етуге болады. Өйткені жақында бір-біріне. Обложка екеуінде де жасалған. Бірақ біреуінде шарттарға сәйкес жасалған. Біреуінде шарттарға мүлдем сәйкес емес, бірақ жасалған. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде уже эксперттер өзара спорт етеді. Спорт еткен кезде, Бақтияр, сіз неге 0 қойдыңыз деп мені қазорым шашып жатпайды. Өз ойын айтады. Бұл жерде обложка мүлдем жасалмаған. Бұған енді өзінің лайықты бағасы мысалы 0 депші. Енді сіздер қалай ойлайсыздар, өздеріңіз көріңіздер. Енді бұл жерде мүлдем жұмыс жасалмай тұрғанын көре аламыз деп өз ойларын айта алады. Қазір әріптестер